Шамсидин Вохидов, Арджун Эригайси, Өзбек кубогы. Е4, Е5, АТФ шатсы 6, піл Б5, Испания партиясы 6, піл А4, АТФ 6. Рокировка және D6 бұл önді Вильгельм Штайництің варианты. C3, піл D7, D4, Ж6, тура Е1, піл Ж7, H3 және рокировка. Ат Б, D2, алдық және ат Б4. Бұл önді қалыпты жүрістердің бірі, мүмкіндік бар болса D3-ке келу, мына жерге шабуыл жасау және мына жерге шабуыл жасау, мына пілді айырбастаудың амалдары. Және болашақта мүмкін C5 деген іс-әрекетті жүзеге асыру. Алдық, ат F1 және C5. Бұл қалыпты жүрістер, бұған таңғалмаңыздар, жалпы Испания партиясын зерттейтін болсаңыздар, бұл күнделікті болатын дүние. А3, ат C6, D5 және ат А5 бұл Михаил Иванович Чигориннің сүйікті маневрларының бірі. Піл D2, ат C4, піл C3 және B5. B3, ат B6, менен жалпы B6-дағы атты ұнатпайым. Сіздер бұл туралы білесіздер. Уәзір D2 және А5. Егер де бұлай алатын болсаңыздар, онда атпен негізгі орталықтағы сарбаздалады және мына пілге шабуыл, мына тураға шабуыл жасайды. Ат Ж3 және А4. Мүмкіндік бар болса, мына Б3-тегі сарбаз бізге кедергі жасап тұр, мына С4-ке келуге мүмкіндік жоқ. Б4, ат С4, уәзір Д3, тура Е8, ат Д2. Ат Д2, енді мына ат деген ұнамай тұр, ат негізгі орталыққа келді. Алдық, енді аралық жүріс, С4 деген іс-әрекет, аралық жүрістің ең басты мақсаты мына Д3-тегі уәзірге шабуыл жасау. Уәзір С2 және тура Е5. 0.72 қаралардың өтетін сарбазы бар, бірақ ойын әлі ұзаққа созылады. Тура D1, тура А Е8, тура Е2, Е7, уәзір тура Е1, уәзір Б7, ат F3 және ат D7. Бұл жүрістердің ең басты мақсаты мына пілдің жолын ашу. Тура Е3, уәзір Б6, тура Е2, H5, мына Ж3-тегі аттың ақырындап болған шабуыл жасаудың амалы ат F1 және тура C8. Ат Е3, ат негізгі орталыққа келді. Алдық. Енді таза әңгіме пілдің атқа қарсы күресі. Мыналар деген белсенділігі төмен, бірақ мына піл әрине мына аттан мықтырақ. Ат F1, C3 өтетін сарбаз алға қарай жылжыттық. Ат Е3, піл Ж7. Бұл енді Балаган деген мықты шахматшы бар, соның сүйікті аттарының бірі. Уәзір D3, H4, патша F1, уәзір B7, тура C1, уәзір D7, тура CE1, патша F8, әзірше ұтатын вариант табылмай жатыр. Енді барынша әртүрлі жүрістерді жасаудың амалы. Әзірше Арджун Эригайси нақты шешім тауып тұрған жоқ. Нақты қалай осы позицияны күшейтуге мүмкіндік бар. F3. Мен үнемі айтам бұл туралы. F3 деген қарсыластың қасындағы бүкіл торларды әлсіретеді. Патша G8, бұлай және H8 және уәзір негізгі орталыққа келді. Болашақта әрине H2-ке барады, мына жерге барады және қарсыласқа шабуыл жасауды деген ойдамын. Бұлай Е7, бұлай B5, енді мына сарбазға бекер болды, қызыққаны. Мына сарбазға сол себепті F5 деп жүрді. Ат F2, уәзір H2. Айтқандай, мына F сарбазының кемшілігі, мына торлардың бәлігінің әлсіздігі. Ат D3, алдық. Енді уәзір G1 шах. Капабланканың аты, бірақ патшаның жағдайы нашар, уәзір деген өз бетімен жүр. Бұлай піл негізгі орталыққа келді. Қазір пілді G3-ке апарып, мына жерге шабуыл жасаймыз. Бұлай алдық, басқа амал жоқ. Енді қалғаны аса қызық емес, өткені 2782 рейтингісі бар адам бұндай позицияларды емін-еркін жүзеге асырады. Ең бастысы мына жерде 0.57. Бұл жерде уәзір Е3 деп жүргізеді. Бұлай Б6 алдық және ат Е3. Бұлай және патша Е. Және бұлай жүруге тырысу керек еді. Бірақ мына жүрістен кейін уәзір Б5 жағдай қиындап кетті.
F5 мына аттың тұрақтылығы жойылды және H2 алдық. Басқа мүмкіндік болды дейді былай алуға. Шах, былай H7 алдық және C4 бәрібір қаралардың басымдығы өте үлкен бәрібір. Бірақ мынау жұмысты тездетті деп отқаным ғой. Шах, келдік, алдық. Енді қалғаны енді аса қиын емес, өйткені қаралардың басымдығы тым үлкен. Және осы кімнің патшаның да жағдай нашар екенін көріп тұрсыздар. Қазір мысалы тура C7 деп жүретін шығар. Өйткені мына патшаның қал жағдайына және мына жерге де шабуыл жасаудың амалы. Міне осындай партия.